Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен татарлық тағам жасаймыз. Ең бірінші бізге пиязды қуырып, теркадан өткізілген сәбізді қуырып аламыз. Одан кейін қамырды дайымыз. Су құйып, жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырып, тұзын салып, қамыр илейміз. Қамырыңызды тындырып, үшке бөліп аласыз. Одан кейін жақсылап домалақ қылып жайып шығасыз. Не осылай жаясыз, одан кейін ортасына алдын ала пісірілген начинкаңызды орап саласыз. Осылай 1-2 сантиметр қылып бөліп шығасыз. Одан кейін тауық етін осылай бөлшекте бөліп алғаннан кейін жақсылап майға қуырасыз. Қуырылғаннан кейін пиязды қосасыз. Алдын ала пісірілген фасоліңізді салып, 5-10 минут қуырып, томатыңызды саласыз. Осылай пісіп жатқан кезде алдын ала дайындалған қамырыңыз начинкасымен осылай бетіне салып шығасыз. Одан кейін кішкене су құясыз. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерге жақсы рецептті түсіріп отырам. Міне татарлық тағам пісті, дәмі керемет.